Ата-ана баласының жарқын болашағын армандайтыны рас. Табысқа жетіп, биіктерді бағындырған кез келген тұлғаның негізі балалық шақта жатыр. Жетіліп келе жатқан жастың қабілетін ерте бастан анықтап, тұлғалық жағынан қалыптастыру ата-анадан үлкен еңбекпен қажыр қайратты талап етеді. Студиямыздың бүгінгі қонағы психолог, бизнес-тренер Арман Серікұлы осы мәселені көрермендерімізге жан-жақты түсіндірмек. Хош келдіңіз, Арман мырза. Рахмет. Енді мынау күнделікті ауызекі сөзде қабілет деген сөзді жиі қолданамыз. Жалпы көрермендерімізге түсінікті болу үшін әңгімемізді осы қабілет деген ол не, жалпы неше жастан бастап көрініс табады, осыдан бастасақ әңгімемізді. Қарапайым тілмен түсіндіріп кетейін. Қабілет дегеніміз әрбір баланың бойындағы болатын бір артықшылық. Ол қандай да бір нәрсені түсінуі, шығармашылық жағынан оны анықтау үшін қай жастан деп айтсаңыз, есту, көру және сезіну. Сол үш жүйе арқылы анықтауға болады. Енді осы төңіректе қабілетті бала бір жастан жаңағы дүниеге келгеннен бері ақырын көрсете бастайды. Жылаған кезде қатты айғайлап жыласа, дауысы да жарқын мүмкін. Жаңағы стрессқа, айғайға көтере алады деген сөз. Енді ерте жастан ол баланың қабілетін қалай таниды ата-ана? Ата-анаға тану үшін бірінші баланы бақылау қажет. Мысал үшін бір жақсы кеңес, ол бір апта көлемінде баланы анықтап қараса, баланың қай жаққа икемі бар, нені жақсы көреді, түстер, судың ішкен не дейін, тамақты жеген не дейін, киімін жинайды ма, жинамайды ма, соның барлығын көріп, оның қабілетін білуге болады екен. Өте ұқыпты болса, оның қолынан іс келеді. Яғни ол істегенді жақсы көреді. Ал енді керісінше болған жағдайда? Керісінше болған кезде ол бала сөйлеуді, отырыстарды, көпшілікті жақсы көреді. Көпшілік адам келген кезде кейбір балалар ашылып мүлдем бөлек сияқты. Ал енді ата-анаға оның жаңағыдай ұқыпсыз, әр затын шашып, жинамай артынан жүрген қабілетін жастайынан байқаған кезде оны жөндеуге ықпал әсер ету керек, ата-ана? Әрине, бағыт бағдар беру керек. Оны ұрысып емес шығар? Жоқ, әрине. Ұрысып, соғып деген нәрсе болмайды. Ол баланы шынымен де психологиялық тұрғыда бұзады. Ол біртіндеп білінбейді, кейін 20-30 жасқа келген кезде барлығы оның шыға бастайды. Ол өміріне риза болмайды. Арғаты қандай да бір істерді, үлкен проектлерді алып кетуге ол қорқақ болады, жасқаншақ болады, көп уайымдайды. Экраннан сіз міне бала тәрбиесіне байланысты біраз дайындап алып келген материалыңыз бар екен, олай болса соған зер салайық. Бірінші әдіс, балам сен жамансың деді, әлемде жаман. Көп жағдайда ата-аналар өздері қиындықтары көп, ата-аналар өмірде қиындық көрген, жұмыстары жүре алмаған, кәсіпте өз мамандықтарын таппаған адамдар әрине барлығын кінәлауды жақсы көреді. Туралы енді келесі әдіс, мысалы, балам сен жақсысың дейді, әлем жаман дейді. Бұл дегеніміз жаңағы баланы еркелетеді. Балам сен жақсысың, ой алтыным менің, ботам менің дейді. Бірақ анамен сөйлеспе, ана адам жаман, мынамен сөйлесуге болмайды, мына жаққа барма, ананы істеме деп. Тыйым салу, тыйым салады. Көп нәрседен қорғағысы келеді ата-ана. Әрине, ол да дұрыс емес, Ол да кішкене дұрыс емес. Сонда? Одан кейін келесі қолданатын енді әдіс, балам сен жамансың, ал әлем жақсы. Бұл енді көбімізді осымен тәрбиелеген шығар. Қараш ана көршінің баласы. Елдің баласы анандай, сен неге осындай емес? Ол да дұрыс емес қой. Ол да дұрыс емес. Салыстырмалы түрде. Көп жағдайда бала өзін әлсіз, өзін сондай бір қолынан ештеңе келмейтін түпкі санаға алып қояды. Нейробиологтар айтады, олай тәрбиелесеңіз, бала жаңағы өмірде де көп нәрсені істей алмайды. Жасқаншақ болады. Сенімсіз болады. Дұрыс айтасыз, Келесі әдіс міне, дәл сіздің қойған сұрағыңызға келетін. Балам сен жақсысың, әлем де жақсы. Сен де жақсысың, қолыңнан келеді, істей аласың, тек еңбектену керек. Әлемде де жақсы адамдар бар. Ол адамдарды сен табуың керексің. Ортаңда жақсы. Жақсы ұстаздар да бар. Жақсы кітаптар да бар, жақсы ойындар да бар. Ойна, ізден өзің, тап деген сияқты нәрсені. Көп айтса, бала өз қабілетін өзі дамыта береді екен. Бала өзіне сенімді болса, сол өзі таңдап алады екен. Қайсы жағы оған керек екенін. Келесі слайдқа көшеміз ғой. Білім, тұлғалық өсу.
Иә, бұл келесі слайд. Енді мен Қарағат ханым өзім мына бизнес тренер болғандықтан көптеген еліміздегі университеттерге барып, жаңағы тегін студенттерге семинарлар өткіземіз. Барып оқимыз 1 сағат, 2 сағат. Сол арада көп жағдайда студенттерге қоятын керемет сұрағым бар. Тренинг, жаңағы семинар басталмай жатыр. Кім мамандықты өзі таңдады деген. Кім мамандықты өзі таңдады деген кезде бір отырған енді аудиторияның 20-30% ғана өздері таңдаған екен. Қалғаны ата-ананың ықпалымен, ата-ананың кеңесімен. 70-80% ата-ана алдын ала сен осыған тапсыруың керек. Қазір міне осы жақсы, біздің кезімізде де осы жақсы болған, бухгалтер болуың керек, болмаса құқық қызметкері болуың керек, қаржыгер болуың керек деп баланы сол жаққа итереді екен. Немесе грант көп салаға, ол баланың қалауы болмауы мүмкін, бірақ жаңағыдай тегін оқу мақсатында соны таңдап жатады. Ал енді сіздің пікіріңізше қайсысы дұрыс? Бала өзі таңдау керек па, қанша дегенмен ата-анасының ақыл кеңесіне жүгіну керек па? Біріншіден бала өзі таңдауы қажет. Бірақ ата-анасы бұл жерде ықпал етіп көмектесетін, баланың өзінің қабілеті, қолынан не жақсы келеді, қай жаққа икемдігі бар екенін көре отырып, ата-ана бағыт-бағдар беруге болады. Осының төңірегінде көп ата-аналардың таңдайтыны білім жағын. Мысал үшін, жаңа сіз айтып жатқандай, балам сен білім ал, осы жаққа білім ал дейді. Осы жаққа қарата жібереді баланы. Балам білімін жақсартады, білім алады, университетте оқиды, және де бір тәжірибелік өмірде жасайды жұмыстар. Бірақ оның барлығы білімге жатады. Ал ең керемет нәрсе, ең керекті нәрсе бұл тұлғалық өсу. Тұлғалық өсуге де біз өте қатты мән беруіміз керек, құрметті ата-аналар. Ол баланың ішкі ойы, таңдауы, пікірі, адамгершілік қалыптасуы, қоршаған ортада қарым-қатынасы, имандылығы, оның ақшамен, әлбетте ақшаны да дұрыс қолдана білуі. Біз жаңағы көп сұрақ қоямын ата-аналарға. Ақша қанша бересіз күнделікті балаға? Қанша теңге бересіз? Сабағына бару, жолына жүру, тағы да басқа нәрселерге ата-аналар айтып жатады. Енді күндегісін күнде бере беремін ғой дейді. Бере береді. Қажеттілігіне байланысты, Қажеттілігіне байланысты. Қолын қайтармауға тырысады ғой енді кез келген ана. Енді барлығы солай жасайды. Бірақ менің бұл жерде енді психолог емес, бизнес кеңесші ретінде беретін бір жақсы кеңесім. Балаға әлбетте ақшаны бере берсеңіз, бала оның мәнін түсінбейді. Қалай келіп жатқанын, қалай оны дамыту керек екенін деген нәрсені бала түсінбейді, ойланбайды. Сондықтан да қандай да бір келісім болу керек алдын ала. Бір күнге, бір айға, яғни бұл жерге нақты келетін болсақ, мотивация деген нәрсе бар. Мотивация, ол алдын ала мотивация қойып, өзі сол бір нәрсені істі жақсы бітіріп аяқтап, ата-анасынан қандай да бір еңбекақы ретінде ол алуы қажет. Мотивацияның көлемі неғұрлым үлкен, жетістіктің де, жеңістің де көлемі соғұрлым үлкен болады. Ол өте үлкен бір жақсы пайдалы нәрсе болады. Оның бойында, миында кәсіпкерлік қабілет қалыптасады. Әлбетте, оны енді бір эгоист, өзімшіл бала болып кетпеуін, ол жерде бағыт-бағдар беріп отыру қажет. Дұрыс айтасыз, мысалға баланың өзінің ішкі арманы бар, осындай оқу орнына түссем деген. Бірақ қаражаты жоқ, қолы қысқа. Сондай жағдайда ол баланың ата-анасы қандай қолдау көрсету керек балаға? Не істеуге болады? Мен енді өзімнің беретін кеңестерімде бірінші ата-аналарға айтам, балаға сіздің салатын ақшаңыз, біліміңіз, тұлғалық өсу барлығы бұл инвестиция. Инвестиция болашаққа. Әлбетте, егер ата-ана әуелден алдын ала дайындалуы қажет. Ата-ана бірінші өзін тәрбиелеу керек. Ол дайындалу керек, қандай да бір қаражат, қолдау көрсету керек балаға. Ал егер мүмкіндіктер әрине жоқ болып жатса, бала оны түсінген бала өзі алдыға талпынса, мүмкіндіктер ашылады. Мүмкіндіктер шексіз ғой. Бұл орайда бала өзі қазір мемлекеттің де тарапынан болашақ деген бағдарлама бар, өзіңізде көріп жатсыз. Қандай да бір гранттар бар, көмекте бар. Бару керек, іздену керек. Ата-ана оны да іздемейді ғой. Іздемей біз жағаға, ой, балам, бізде мүмкіндік жоқ деп қайта салады бірден. Ондай болмау керек. Бала өз арманынан қайтпау керек. Қазір осындай қорлар да бар. Көмектесетін қорлар да бар. Оның бәрі ақылы шығар? Әрине ақылы, бірақ болашаққа бір қандай да бір келісім шарттар жасап, бала егер сол жолды шынымен де таңдаса, неге, әлбетте неге ондай келісім жасамасқа?
ол болашаққа ғой. Баланың да Өзі үшін ғой дейсіз ғой. Өзі үшін ғой. Ертең сол арқылы ол бүкіл өмірін алдағы 30, 40, 50, 60 жылын үлкен күрделі өзгеріске алып келуі мүмкін. Сол нәрсе. Қандай да бір яғни кез келген бала ата-анамның ақ үмітін ақтауым керек дейді дағы, сол анасының, әкесінің тілегін орындауға тырысып жатады. Сондықтан да ал ата-ана болсын, сол кезінде өзінің жете алмаған, өзінің орындалмаған арманын балам орындаса дейді. Сөйтеді дағыны мамандық таңдауда да. Мысалға, былай алайықшы енді, мен әнші болғым келді, керемет актриса болғым келді, бірақ мен бола алмадым, иә? Енді бірақ сол менің арманымды балам орындаса деп жатады. Ол баласы оны қаламау мүмкін. Осы жағдайға сіздің көзқарасыңыз қандай? Қаншалықты ата-ананікі дұрыс бұл жерде? Біріншіден ата-ананікі дұрыс емес. Өйткені маған қазіргі кезде 30-40 жастағы адамдар психологиялық кеңеске келеді. Сол кісілердің түпкі санасынан енді өткен шақтағы бір тарихын зерттеп келіп сұрақтар қойған кезде, сол бір кезінде сол балаға таңдау жасатпай қойғаннан кейін, әге балалар ата-аналарына ренжулі. Психологиялық тұрғыда олардың бір дұрыс кетпеген. Сондықтан ол шешімді өзі қабылдасын. Ата-ана көріп тұрма, бірақ сол бағытта бағдар беру керек, бағыт-бағдар. Бізде көп жағдайда бізді қалай өсірді ата-аналарымыз. Үлкендер отыр, дастарханға жолама бар, ана жаққа үлкендер кетеді, содан кейін тамақтанасын деген нәрсе бар. Қандай да бір нәрседен бізді қағады. Әрине, тәрбиелік жағынан қарап отырсақ, бұл да дұрыс сияқты. Бірақ психологиялық тұрғыда бұл балаға әсер етеді. Бұл бала өзіне сенімсіздік пайда болады, қорқады, жасқанады. Өйткені қарым-қатынас деген нәрсе ол өз ойыңды дұрыстап жеткізе білу, тыңдай білу. Ол үлкендердің арасында отырған кезде осы қабілет оның бойында дамиды екен. Одан кейін енді тағы да бір беретін кеңесім, бір жақсы азаматтың үйіне қонаққа бардық. Бала шағасы бар. Ана азаматтың үйіне кіріп барған кезде жаңағы ол азамат жақсы қызметкер, дипломдары тұр, жаңағы алған медальдары тұр. Соны көрсетіп бізге жаңағы барлығымыз жақсысыз деп жаңағы азамат қайтып жатырмыз. Әкесіне сол үйдің. Енді сол үйден қайтар кезде ол кісіге мен кеңес бердім. Жолдасым, досым, сіз мына өзіңіздің марапаттарыңыздың барлығын жұмысыңызға апарып біліп қойыңыз. Мына жерге мінекей үйіңізде бала-шаға жүр екен. Осы бала-шағаның алғыс хаттары, бала-шағаның жетістігін ілген дұрыс дейсіз ғой. Сол тұру керек. Мінекей, үлкен рахмет. Шын мәнінде біздің ата-аналар сіздің жақсы айтылған кеңестеріңізге құлақ түріп, кәдімгідей өздеріне біраз жақсы дүние алды деп ойлаймыз. Табысты болыңыз, абыройлы болыңыз.